Шәкірттерге айтатын насихаттардың бірі былай деп айтар едім: шәкірттер ілім талап етіп жүргендер, ұстаздың алдында отырған ілімдердің барлығынан қолдан келсе, енді ұстаздарына рұқсат беріп жатса, ижаз алып алуларына рұқсат айтылады. Яғни мысалға біз кейде ұстаздың алдында хадис кітаптарын оқы дейміз. Хадис кітаптарын оқудағы мақсат не? Ол жердегі пайғамбар саллаллаху аты айтылады хадис кітаптарында, сахабалардың аты айтылады, рауилердің, мухаддистердің аты айтылады. Осы аттарды дұрыс сақтау, дұрыс жаттау үшін жеңіл болады. Бір, хадис кітаптарын оқу арқылы, дұрыс па? Екіншіден, пайғамбар саллаллаху қайта айтылады. Мысалы, хадис кітаптарын оқыған кезде пайғамбарымыз саллаллаху қайта әр хадисте қала расул саллаллаху деп келмей ма? Демек, пайғамбарымыз саллаллаху 100 рет, 200 рет, бәлки бір отырған кезде 300-ге жуық салауат айтылуы мүмкін. Ол салауат айтылу сол берекет, сол мәжілісті берекелі қылады. Сосын хадис кітаптарын оқу арқылы, хадис кітаптарынан ижаза алу арқылы және ұстаздың алдынан сол нәрсені тыңдау арқылы осы нәрсеге біз шақыратын едік.